Қайырлы күн баршаңызға, сурет сабағы. Бүгін сабақ білекпен жұмыс жасау. Біз көбіне білекке көп мән бермейді. Білекті көбіне біз қимылдатуымыз керек. Білек жеңіл қозғалу керек. Карандаш ұстау арқылы қазір сағат тілінде осылай айналдырып қолда қимылдатуымыз керек, және керісінше. Сосын үш саусақты ұстау арқылы карандашты осылайда қозғалту керек, көбірек қозғалтуымыз керек. Сосын мына тіреу арқылы жоғарыдан ортасынан сосын төменге осылай шеңбер тәріздес сызып жаттығу жасауымыз керек, көбірек. Білек жеңіл қозғалу керек. Осылай жеңіл сызып, жеңіл қимылдау керек. Осылай жеңіл білек қимылдаса, соғұрлым біз сурет салуға жеңіл болады. Қолымыз осылай гибкий болу керек, тез қозғалу керек. Осылай көп жаттығу жасауымыз керек.